келесі есепте бізге айтады шарларды үрлеп дейді екіден қосып бірге байлады дейді. Яғни бізде 60 шар болса, сол 60 шарды екіден байлап шығады. Бізге айтады әдіс саны керек, қанша әдіспен шарларды байлады. Яғни біз бүйтеміз. Мысалға, бізде негізі екі түрлі нелер бар, жаңағы вариант бар. А-ның формуласы А деген орналастыру. Ол мысалы А, N, М деген формула, орналастырудың формуласы N факториал бөлінген N минус М факториал. Ал S, N, М деген ол бізде теру. Мынау теру. Мынау бізде орналастыру. Жалпы екеуінің айырмашылығын түсіндірсек, оңай есеп шығады. Мына жерде m факториал, жақшаның ішінде n минус m факториал. Енді екеуінің разницасын түсіндірейін. Мысалға бір есеп алайық. 7, 8, 9 деген 3 сан, цифр. Осы 3 цифрдан екі таңбалы сандардың неше түрлі тәсілмен жасауға болады. Екі таңбалы сан жасаймыз дейді. Сонда мен мынандай сандар жасай аламын. Мысалға 7, 8, 7, 9, 8, 9 деп жасай аламын. Немесе 87, 97, 98. Осындай жолдар бар. Яғни мынамен мынаны, мынамен мынаны, сосын мынамен мынаны, и оның орналасуының кері жағдайы бар. Сонда 6 түрлі способпен жасай аламын. 78, 79, 89, 87, 97, 98 деген. Бұл жерде мына мысалға 87 мен 78-де байқап отырсан, мысалға 78 7 бірінші тұр, 7 деген сан цифр. Екінші 8 тұр. Екіншісінде 8 бірінші тұрда, 7 екінші тұр. Бұл жерде бізге өте маңызды. Мына 7-ның немесе 8-дің бірінші екінші тұруы. Яғни оның орны маңызды бізге. Қай жерде тұрғаны. Бірінші тұрған, екінші тұрған. Сол кезде біздің жауабымыз дұрыс шығады. Сонда бізде общий 6 әдіс болды. 6 әдіс. Егер бізге маңызды болатын болса, біз орналастырудың формуласымен қолданамыз. Орналастыруда n деген сөз бізде барлығы неше цифр бар, соны айтылады. Бізде барлығы 3 цифр бар. Ал m деген сөз жоғарысында тұрған. Бізге мысалға екі таңбалы сан дейма деген сияқты ғой. Короче, екіден қосып байла дейма, соны сұрап тұр. Сонда бізде мына жерде 2 деген сөз тең болады 3-тің факториалы бөлінген 3 минус 2 деген сөз ол 1 ғой. 1-дің факториалы ол бізде 1-ге тең. Сонда 3-тің факториалы ол 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 қой. 2 көбейтілген 3 тең болады. Бізде нешеге тең? 6-ға тең болады. Сонда жаңағы 6 әдісіміз шықты. Ол 6 әдіс деген сөз 78, 79, 89, 87, 97, 98 осы 6 әдіс. Енді қара, біздің есепте айтады, екіден үрлеп дейді, бізде общий 60 шар бар ғой. 60 шар. Соның екіден үрлеп байлап шықты дейді. Қанша әдіспен дейді. Яғни біз ол кезде терудің формасын қолданамыз. Бізге маңызды емес. Біреуінде орны маңызды, яғни орналастыруда маңызды, ал теруде оның орны маңызды емес. Главное, екеуін алсақ болады. Екеуін алсақ жеткілікті. Яғни сен бет өтпейсің ғой. Мысалға бізде допустим іліп атқан кезде шарды да мына жақта жасыл шар болсын да, мысалы. И мына жақта мысалы допустим қызыл шар болсын, міне. Қызыл шар тұрды. Сен бет өтпейсің мысалы. Жоқ, маған бірінші қызыл шар тұру керек. Екіншісі жасыл шар болу керек деп. Екеуі по сути бірдей нәрсе емес па? Мынау да бірдей, мынау да бірдей, екеуінің айырмашылығы жоқ. Главное, жасыл мен қызыл шар тұр.
бірақ мынаның айырмашылығы бар, иә, мысалы 78 деген сан мен 87 деген санның айырмашылығы бар ғой. Сондықтан бізге маңызды болып тұр айырмашылығы болғандықтан. Если бізге онда айырмашылығы болмайтын болса, мысалға екеуінің құрамы бір зат, орналасуы маңызды емес, иә. Сондықтан біз теруді қолданамыз осындай случайларда. Сондықтан S тең болады 60-тан неше болады бізде? 2, иә. Сонда 60 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 58 факториал тең болады. Мынаны 58 факториал көбейтілген 59 көбейтілген 60 деп аламыз. Бөлінген 2 факториал көбейтілген 58 факториал. 58 бен 58 кетіп қалады. 58 факториал мен 58 факториал. 2 факториал деген сөз ол итакта 2-ге тең. 2-ні 60 бен қысқартамыз. Сонда 30 қалады. 59-ды 30-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде 1770 деген сан шығады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Жалпы факториал деген мынандай нәрсе. Мысалы n факториал деп тұрса, ол бізде мысалы n минус бет жазайын. Мысалы 3 факториал десе, оны мен бет жазалам. 2 факториал көбейтілген 3 деп жазалам. Или 5 факториал десе, ол бізде 1, 2, 3, 4, 5 деген сандардың көбейтіндісі тең ғой. Ал 1, 2, 3-тің көбейтіндісі деген сөз ол 3 факториал. Сонда мен бет жазалам. 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 4 көбейту 5 деп жазалам, иә. Немесе 5 факториалды мен былай жазалам. 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 ол бізде 4-тің факториалы. 4-тің факториалына 5-ті көбейтсем 5 факториал шығады. Немесе бүйтіп те жазуға болады. 2 факториал деп аласың да, 1 мен 2-ның көбейтіндісін қалған көбейтінділерді жаза қоямыз. Сонда 2 факториал көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 деп аламыз. Түсіндің деп ойлаймын. Сонда біз мына 60 деген факториалды аламыз. 58-ның факториалы, яғни 58-ның факториалы деген сөз 1-ден 58-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі деген сөз. Оған біз 59 пен 60-ты көбейткен кезде 60 факториал шығады. Жалпы факториал деген сол нәрсе.